Біз Жаңаөзен қалалық балалар үйінің 2014 жылғы түлектері Жаңаөзен қалалық әкімшілігіне наразылығымызды білдіреміз. Осы күнге дейін енді шынын айтатын болсақ, 2014 жылдың примерно полный түлектері босап шыққан детдомнан. Қалай 18-ге толды, шығарды балалар үйінен. И дальше олардың өміріне ешқандай атсалысқан дымдары жоқ. Бұл бала қайда барады, не істейді, оқуын бітіріп қайда оқиды, қандай жұмысқа кіреді, мамандығы бойынша өзінің жұмысына кіре ала ма? Онда ешқандай іспен ешкім айналысқан жоқ, балалар үйінен де, әкімшіліктен де. Осымен 3-ші жыл шамасы әкімшілікке қатынап, өзіміздің мамандықтарымыз бойынша жұмысымызды сұрап, дұрыс мекемелерге кіргізіп, болашағы бар жұмысқа кіргізуін сұрап жүр. Шынын айтсақ, қаншама балалар үйінің түлектері балалар үйінен шыққалы қаңғып, біреулер ішімдікке салынып жоқшылықтан, біреулер сотталып кетіп жатыр. Білмеймін, дальше қалай болады бұлардың өмірлері. Келесі поколение бар әлі балалар үйінен шығатын. Жалпы осымен біз өзіміздің сұрауымыз осы, халыққа да көмектесулерін сұраймыз. Үкімет бізді үймен қамтамасыз етті. Үкіметтің ұсынатын жұмысы сол 30 мың, 35 мыңның шамасында айлық жұмыс. Ондай айлыққа бұл қалада өмір сүру мүмкін емес. 35 мыңға тамақ аласың ба, киім аласың ба? Оған да рахмет, үймен қамтамасыз етті, кейбір балалар үймен қамтамасыз етті. Бірақ үйдің іші пустой да, шын айтқанда, бос. Ешқандай мүлік, дым жоқ. Әке-шешесі жоқ, оған әке-шешесіне бір көрпе, төсек бір нәрсе қалатын. Бәрін сатып алу керек. 30 мың теңге жалақы кім не сатып алады айына? Ол үйдің іші қашан толады, жас өтіп бара жатыр, үйлену керек. Біз де халық сияқты өмір сүргіміз келеді, мұнайлы қаладағы халықтар сияқты. Олар 350 мың, 400 мың алып күн көріп жатыр. Біз 30 мың теңгемен бұл қалада өмір сүре алмаймыз, ондай жұмысқа кіре алмаймыз. Неужели бізде бір 14-15 шақты бала бар, 18 мұнай мекемесінен, Өзенмұнайгаздан бізге бір орыннан табылмауы да? Елбасымыз да айтып отыр, балалар үйінен шығады, все выпускники детского дома будет трудоустроены. Ондай еш нәрсе бұл қалада істеліп жатқан жоқ. Областной әкім де айтты, Олег Айдарбек, все детского дома выпускники будет трудоустроены. Ондай еш нәрсе біз көрген де жоқпыз. Шынын айтқанда, оны ешкім сөзбен айтып, оны ешкімге жеткізе алмайсың да. Біздің қалай қиналып жатырық, жоқшылық көріп жатырық. Оны өз басымен көрмеген адам оны ешқашан түсінбейді оны. Дальше оны білмедім, қалай түсіндіреріміз. Бірақ біздің сұрайтынымыз сол, бізге болашағы бар, дұрыс жұмыс тауып беріп, бізде ел сияқты өмір сүргіміз келеді. Халық сияқты жоқшылықта емес, кішкене молшылықта, шүкіршілікпен. Рахмет. Кім айтыңыз? Так. Макс, фамилиясы, аты жөні? Бастаймын ба? Айта бер. Мен Есенов Мақсат Абылханұлы, 2014-те балалар үйінен шыққан выпускник болған түлегі. Біз осы жүгіргелі акиматқа оқу бітіріп келгенімізге сол 2014-терде дым результат болмай жатыр әзірше. Например, мен семьялымыз да бар, семьясыз да бар. Біреулерде үй жоқ, көп адамға әлі берілген жоқ. Көп болса бір жалдап тұрамыз. Жұмысымыз жасайтын сол 30-40 мың. Не үйімізге жетпейді, не квартплатқа жетпейді, сол жалдап отқан үйіміздің, не тамағымызға жетпейді. Бізде сол халықтар сияқты өмір сүргіміз келеді. Бір орташа болып, тамағымыз, тыныштығымызбен жейтінде бүйтіп, біреуден сұрап, біреуден істеп. Жаңа міне досым айтып кетті ғой. Сотталып жатыр шыққандар, әрі өміріміз не болады деп әрі қарай. Оны біз өзімізде түсінбей отырық. Жоқшылықтан болатын зат, шынымен де ол зат. Сол маған предлагать етті 30-40 мың жұмысын. Осыдан 3 жыл бұрын мен жасап отырмын. Маған берген срогы 2 ай жасайсың, 2 айдан кейін тұрақты жұмысқа ауыстырамыз деді. Бірақ ауыстырам деген сөзіне 2 ай емес, 3 жыл өтіп кетті да. Барамыз, алдап жібереді. Бізге ешкім мән беріп жатқан жоқ акиматтан. Әкімнің өзіне де бардық. Бір апта дейді,
бір апта жоқ, бір ай дейді, бір ай жоқ. 3 жылда дым результат жоқ. Біз өмір сүргіміз келеді адам сияқты. Ертесі күн біз емес, бізден де құрттайлар шығады, оларға кім көмектеседі? Біз кірсек, біз көмектесе аламыз ғой оларға. Үшінші кім әлі? Кім айтады? Давайте. Так. Менің есімім Атыраубаева Жұпаргүл. Мен балалар үйінен шыққаныма уже 10 жыл болды. 10 жыл бойы қаңғып, 8 жыл дегенде үй алдық. Жұмысқа кірмейміз, сірә жұмысқа кіргізбейді. Барсақ, біз сендерді жетім қылған жоқпыз дейді. Сол біздер балдар кішкентай өзімнен төмен 2014 жыл шыққан інілерім бар. 15-16 бала. Сол жұмыс жоқ. Шетінде бар, сотталып кетіп атқандар бар. Тамақ ұрлап, тамақпен сотталып кетіп атқан балдар бар. Сол біздің Назарбаев осы біздің видеомызды көріп, бізге көмек берсе екен деймін. Бар бір үйде әке шешесі бар үйлер ақша жинап 2 миллион беріп жұмысқа кіріп атқан адамдар бар. Оны көріп отырық көзімізбен, есіпте отырық. Жоғары жаққа айтатыным сол, бізге барлығымызды Өзенмұнайгазға жұмысқа кіргізуін сұраймыз. Кім айтады? Адамдар бар ма? Кім айтасыз? Отырайын қастарына. Жақсы, а? Қай жаққа тауы? Любой жерге ма? Мен Жаңаөзен қаласының облыстық балалар үйінен 2009 жылы шықтым. Жаңабаев Фламбай Тамбай Жұпат есімі. Бізде осылай 2011, 2013 осылай 2 рет айқай-шумен кірді. Қалай сонда? Айқай-шусыз никак кіруге болмай ма? Біз сол кезде де айтылды, что поколениелер шыққан кезде тоқтап қалмасын, ағасы осымен шектелмек. Сөйтіп 2 айқаймен кірдік. Сол 2 айқайдың да бірінші айқайында өзім кірдім жұмысқа. Мен өзім кіргенмен, бір өзіммен осы 15 балаға қалай көмектесеміз? Біз өзімізден де артығы қалмайды, қолған келгенше көмектесіп отырық. 15 бала, 13 бала, соның қалғаны 3-і қыз бала. Қыз балдарда сол жұмыс жоқ. Балдар мынау, міне жаңа сөйлеген Абдумалик те кезінде жүріп сотталып кетті. Жақында бостандыққа шықты, енді бостандықтан шығып та дальше больше не болып кетеді, Құдай сақтасын, қайтадан ішімдікке салынып атқан неше бала бар. Жақында осы Ақтауда да детский дом балдарда жатып, 2 бала сотталып кетті ояқтан. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Әбішевич айтып отыр, экстремизм, терроризм, жас балдардың жұмыс жоқ, жұмыссыздықтан осындай болады деп. Жұмыссыздық бізде каждый мекеме бар. Бір мекемеге бір бала слесарь қылып алса да ол болады ғой. Болмайды емес. Әкімшілікке барады балдар. Осы 3 жылдан бері қасында жүрмегенмен 2 жыл қасында жүрдім. Акиматқа барғанда, акиматқа барсақ айтады 30 мыңның жұмысын предлагать етеді. 6 ай жасай тұрыңдар пока. 6 айдан кейін орналассамыз дейді. 6 ай жасайды, 6 айдан кейін барып басқа мекемеге жібереді. Ол балдарда өйтіп жүре бермейді ғой әркім. Қаяқтан ол не жинайды? Қазірде үйлеріне барып қай-қайсыса келіп қарап, қай телевидение келіп үйлерінде келіп қараса, ол үйлерінде анаяқта адам тұру невозможно. Келіп қараса да енді олардың бәрі де айтып отыр, олардың өмірлері ертең дальнейшем қалай болып кетеді? 30 мыңмен адам күн көре алмайды ғой қазіргі заңда. Қазіргі таңда қарап отырсақ, Өзенмұнайгазға да бардық, енді бармаған, баспаған тауымыз жоқ. Енді кімнен қалай сұраймыз көмек? Көмек берсеңдер, жоғары жақтағылар көрсе, если осы видеомызды келіп бір қарап, жоғары жақтағыларға айтып, бізді бір орналастырсаңыз деген үміттеміз. Осыны елбасымызға жеткізсеңіз деген тілектеміз. Тек бір талап бізде, жұмысқа кіргізу. Біз көмек сұрап барсақ, келеді, көмектеспейді емес, көмектеседі. Әркім келеді, анау келеді, 5 мың теңге тастап кетеді. Мынау келеді, үйінен киілмеген қалған киімдерді әкеліп киіп кетеді.
тастап кетеді. Өйтіп ол бізге каждый ай сайын көмектесе алмайды ғой. Бір ай келеді, 2 ай келеді, 3-ші ай уже тағы жоқ. Ол қайта бара беруде бізге көмек деп бара беру ұят. Бізді бір жұмысқа кіргізсе ешқайсысы ол шықпайды осылардың да. Тепсе темірзейін деп тұрған балдар ғой кәдімгі жап-жас бала. Өсетіп жүріп сотталса ертең ойбай тағы да айтады, тағы детский дом балдар, тағы детский дом балдар дейді. Детский дом балдар бәрі бірге жүреді, оған потому что істейтін ісі жоқ. Алдында металлом жинап жүргенде де үстінен көршілер жазып берген, ойбай металлом ұрлап отыр деп. Ол зат енді білмеймін, келіп қарамаса ол сөзбен айту жеткізу мүмкін емес ал енді. Болды, бізде айтамыз осы, басқа дымыз жоқ. Қайса қойдым.